Беріңізші өзіме. Адам сонша жерге қарап жүре ма? Ай, бетпеңіз, ана класстан өзім шаршап шығып, алдыма қарамайды. Сіз ұстаз деген кім екенін білесіз ба? Қуа дегенсіз, білемін конечно. Көп қой біздің ұстаздарымыз. Арман Қуанышбаев бар, не деген мықты ұстаз. Ризабек Баттауылы, білімді кәдімгі. Сол кісілер бар ғой, мысалы, ұстаздардан. Мектептегі мұғалімдеріміз жайлы айтып жатыр негізі сұрағаным. Танимын ғой олардың, біраз танимын. Танимын ғой көп қой. Мысалы, сіз танимын. Сіз барсыз. Әділбай бар жаңа, Мейіржан бар. Кім бар еді? Көп қой. Енден танысам ғой былай енді. Барлығын түсінемін. Мен қаншама жыл осы мамандығымды сүйіп таңдап іздендім. Қаншама уақыт практикадан өттім. Қаншама оқушыда әртүрлі тағдыр бар. Мұғалім соның барлығын көңілін таба білу керек. Солар үшін деп жүріп қайтеу. Өзінің проблемаларын байқатпау керек. Сіз сияқты азаматтар педагог атына кір келтіріп жүресіздер. Жақсы сау болыңыз. Қарамады ол ұшықтансаң да, қара бастым ау түсіп сарысаңға, Мұқағалиді тірілтіп алып махаббатыма. Алло? Ақбал мамасы қалайсыз? Сыртқа шыққан жоқ дейсіз ба әлі? Тәжіктер, ана мектептің балдары. Ей? Не болған барлығыңа? Анауғы. Бәрің жабыл болсын, бір кәрсен тай жебірсіңдер ма? Таяқ? Оны таяқ жеу демейді. Не дейтін еді? Оны сауап дейді, сауап. Ал шашликтің қатыршасы? Кәуі? Дәмі қалай екен, Айбек? Ненің дәмі? Таяқтың дәмі. Сол үлкендерді сыйламағандықтан осындай бәлеге тап болып отырсыңдар. Осыға дейін қаншама ағалар мен ағапайларды зарға қақсат қуып жердіңдер ғой. Айшық, менде видеосы бар көрсетейін ба? Торымызда енді бұлар. Таяқ жеп алып. Ма, оқалатып отырсың қарсы. Шәке, мен құдалығым бар, асығыспен кетуім керек. Тез айтыңызшы. Микожан. Ау. Бір көмегің керек болып тұр ма? Не көмек тағы тойма той. Қыз заты ғой көзіңізден көрініп тұр. 23. Құда қаласа боспын 50 мыңға сізге енді заклад беріп қойсаңыз. Ей, қандай той? Тыңдасай сен. Сол той-пойдың айналасы болып тұр да бір. Үйленуге ниеттеніп жатыр. Свадьба ма? Ой, свадьба деп айтпайсыз ба, Шәке? Так 23-не ма? Сол 40 болады енді сізге. Мақыл 30 беріңізші, 30 маған береміз 30. Біраз сөйлессекші, менің тойыма тегін келетін сияқтың сен. Тыңда да дұрыстап. Анау гүлім бар ғой. Соған қанша подкат жасап жатыр, болмай жатыр ғой. Ой, тобой. Служебный роман десекші, Шәке. Оны нағы мен тура кітапханада айттыңыз. Басқа тыныш жерлер көп емес па? Қазір кітапханадан асқан тыныш жер жоқ қазір. Кітапханаға қазір ешқандай адам баласы келмейді ғой. Ойбай, Шәке. Негізі ауыр айттың ше. Кітаптардың өзі оянып кетті ғой. Мынадан кейін қазақ ояну керек қой. Или мынаның аяғы кеткен ау деймін өзі. Кеткен ғой. Бәбіше, естеймін. Не істегенде ол? Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? ОБТшниктер сіздер ғой сіздер, Қош көрдік. Қыздар, сіздер шыға тұрыңыздар, мен жігіттермен жігітше әңгімем бар еді. Рұқсат болса. Мархабат. Чо там? Кім қаншадан жинап жатыр? Қай класс жинап жатыр? Әр класстан 10 мың. Опо, так. Әр класстан 10 мың дейсің бе? Бинеткаға жинап жатыр ағай. Биыл біз бітіретін болған соң альбомға 10 мыңнан жинап жатыр. Новенький ма? Новенький. Түсіндіңдер ма? Старшак болдық, анау деген әңгіме керек емес. Бірдеңе бықсып, маған жұмыс тапсаңдар, сразу учетқа қоям. Келісіп па? Братан, анау деп маған ренжіп жүрмеңдер сосын. Гүлім деген өз ақылды қыз емес бол. Олар бейдеп андай кітап оқыған жақсы көреді ол негізі. Бір кітап сыйласаңызшы оған енді. Кітап, Зор ғой сол. Как раз осы жерде тұрып бір халықаралық бизнес дейтін ба бір кітап тағып. Қандай бизнес? Менде қыздарға арналған бизнес кітап бар.
соны өзім берем, Шәке жүрсеңші. Бизнес. Бизнес. Кет, Шәке жүр. Негізі гүлім кітап бергенге достойны ақылды қыз ғой. Менікі ғой, менікі деші, менің гүлім ғой. Ой, иә, қойыңызшы, Шәке. Биыл практикант апай келеді деймін, мен бойда ақпын. Практикант апайлардың номері болса, WhatsApp бар ғой, түсіндіңдер ма? Түсіндіңдер ма? Сыныптағы ақпалым жоғалып кетті. Көмектесіңіздерші. Бала! Бүркіт, бала жоғалды, бала! Сырчақтың барлығын іздеп шықтық. Жоқ, жердің астына түсіп кеткен ба? Соңғы рет кім көрді? Соңғы рет мен көрдім. Сыртқа шығып келейін деп кеткен. Содан қайда кеткен білмей қалдым. Барлығын қайтарып жіберген едім. Болды, ештеңені уайымдамаңыз, қазір табамыз. Заңға, жауап бер дегенде сен сұрақ қойған жоқсың ба? Неге менде барлығы керісінше болады үнемі? Неге осы ақ көңілділігім біреуге зиян тигізеді? Неге көңілі ақ жігіттердің өмірінде дақ көп болады? Не үшін қос ғашық қосылмайды осы? Мектепте бала жоғалмады. Спец группа, спец группа. Ақбал ма? Ақбал! Бергін! Рахмет ағай.